біздің студиямызға қош келдіңіз. Бұл Атпресстің YouTube каналына және Атпресстің Instagram'ына арналған арнайы біздің жобамыз. Жалпы өзіңіз осы мектептің басшысы ретінде Назарбаев зияткерлік мектебінің халықаралық мектептің дейді, басқа мектептерден ең бірінші айырмашылық туралы айтып өтсеңіз. Қайырлы күн, қымбатты көрермендер. Шынымен Назарбаев зияткерлік мектептері қазіргі таңда елімізде ең алды мектептерінің бірі. Енді біздің өз алдына былай айтсақ болады, біз халықаралық мектептер кеңесінен өткенбіз, оны ағылшын тілінде CIS деп жатады. Мысалы, бірінші рет ол 2017 жылы өттік, Атырау қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектебі. Екінші рет реаккредитация деп айтамыз, яғни сол аккредитациядан өткен халықаралық деңгейге жауап беретінімізді біз дәлелдеп отырмыз керек әр 5 жыл сайын. 2025 жылы өте сәтті өттік, жоғары баға берді халықаралық сарапшылар. Енді бұл жерде дүниенің 8 мемлекетінен келді, 7 сарапшы келді, олар 5 күнде болып мектебімізде сол барлық бағыт бойынша. Бірінші енді әрине ол әл-ауқат, балалардың әл-ауқаты, қызметкерлердің әл-ауқаты, соны қарады. Қаншалықты сол халықаралық мектептердің өзінің протоколдары бар, өзінің критерийі бар. Соған мектептер қаншалықты сәйкес келеді. Атырау қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектебі сол талаптарға қаншалықты жауап береді. Одан кейін білім сапасы бойынша жаһандық азаматтық деп жатамыз. Міне осы сұрақтарға жауап берді. Одан кейін бір айдан кейін бізге шешімін берді. Нәтижесінде өте жоғары баға алдық. Міне әрине бұл бүкіл ұжымның еңбегі, ата-аналардың еңбегі, ең бастысы бұл оқушылардың, біздің беделімізді көрсеткен оқушылардың еңбегі деп санаймын. Жалпы осы Назарбаев зияткерлік мектебі шәкірттеріне, түлектеріне бір қандай артықшылық береді? Енді біздің түлектер, енді ата-аналар бізге, ата-ананың арманы, мысалы болашақта балам сондай беделді бір жоғары оқу орындарында оқысын деп армандайды. Егер статистикаға сүйенетін болсақ, мысалы біздің түлектердің 80% бұл елімізде оқиды. 80%-ның шамамен 20% бұл Назарбаев университетін таңдайды, 60% басқа жоғары оқу орындарын таңдайды. Мысалы Евразия ұлттық университеті, Әл-Фараби университеттері, КБТУ, СДУ деп жатамыз. Ал қалған 20% түлектеріміз бұл шетелдік жоғары оқу орындарын таңдайды. Яғни оқушыларымыз 100% бізді бітіргеннен кейін жоғары оқу орындарының студенттері болады, ары қарай өздерінің оқуларын жалғастырады. Рахмет. Жалпы осы қазір енді білесіз, құжат қабылданып жатыр, ата-аналардың арасында кәдімгідей гонка деп айтсақ болады, сондай бір талас жүріп жатыр. Қазіргі уақытта осы Назарбаев зияткерлік мектебіне түскісі келетін түлектерге, үміткерлерге қандай кеңес берер едіңіз? Бір топ 3 кеңес деп бөліп айтсақ, ата-аналарда кіреді ғой бәрі осы. Енді шынымен бізде 5 қаңтардан басталды, бұл 9 ақпанға дейін жалғасады. Қазіргі таңда, енді бүгінгі сандарға назар аударатын болса, қазіргі таңда 600-ге жақын құжат тапсырылды. Оның енді шамамен 50% орыс тілінде, 50% қазақ тілінде. Енді топ кеңес, енді бірінші айтар едім, ата-аналарға кеңес, қазір балалар сол бос уақытын тиімді пайдаланса. Мысалы, әлеуметтік желіден өздерін шектесе, басқа алаңдататын дүниелерден өздерін шектесе, бар назарын сол оқуға нетсе. Өйткені мен физик маман ретінде айталам, энергияның сақталу заңы ол барлық жерде орындалады. Бұл барлығына әрине ұмтылуға тырысады, ол спортта да барғысы келеді, достарымен де киноға да барғысы келеді, демалу да керек. Бірақ дегенмен өзінің негізгі уақытын дайындыққа жұмсау керек. Енді бізде 27-28 наурыз күндерге неткен, міне қалған уақытта сол тиімді пайдаланса деп бірінші кеңесім. Екінші кеңесім енді нақты пәндер бар бұл жерде. Бірінші күні мысалы математика, сандық сипаттамалар, жаратылыстану болса, екінші күні қазақ тілі, орыс тілі және ағылшын тілі бойынша тест сынақтарын тапсырады. Енді жалпы 1500 балл, соның 700 балы, яғни дерлік 50% деп айтуға. Бұл математика және сандық сипаттамалар. Сондықтан осы екі пәнге көбірек назар аударса.
Өйткені осы екі пән бойынша лимит балдары бар, айтады, өту балдары бар. Мысалы, ол математикадан 140 балл болатын болса, сандық сипаттамалардан 120 балл. Сондықтан уақытты бөлген кезде, дайындыққа уақытты бөлген кезде, уақытының кем дегенде 50%-ын, 60%-ын осы екі пәнге арнаса деген ұсынысым бар. Өйткені ол шынымен сандар соны көрсетеді. Және үшінші кеңес, әрине баланы бұл психологиялық дайындау керек. Баланы психологиялық дайындау керек. Ол үшін бізде арнайы платформалар бар. Мысалы, бейім ұстаз несінде бала қашықтықтан тест тапсырса болады. Немесе бізде Назарбаев зияткерлік мектебінің базасында ақылы сынақтарда өтіледі. Бұл тест сұрақтары максималды түрде сол емтихан сұрақтарының форматына жақындатылған. Бала сол Назарбаев зияткерлік мектебінің қабырғасында, сол атмосферада, сол аурада емтихан тапсырады. Бұл әрине бірінші тапсырады, екінші тапсырады. Бұл жерде баланың көзі үйренеді. Бала сол тапсырмаларды жылдам оқи бастайды. Яғни бала шынайы емтиханға келген кезде қобалжулар азаяды, бала яғни дайын болады. Міне осындай кеңестерді берер едім ата-аналарға. Жалпы, рахмет сізге. Жалпы биыл қанша грант бөлініп отыр, және ол былтырғы грант санымен салыстырғанда бір қандай өзгерістер бар ма? Және құжат қабылдаудың сіздерде қазір өзгеріс болып жатыр, ЕГОФ арқылы қабылдаймыз деп жатырсыздар. Осы жағын кішкене айтып өтсеңіз. Шынымен өзекті сұрақ. Бұл сұрақ жылда бізде ата-аналар тарапынан қойылып жатады, әлеуметтік парақшаларымызда жазылып жатады. Енді биылғы құжат қабылдаудағы негізгі айырмашылық, негізгі өзгешелігіміз бұл ЕГОФ платформасы арқылы ата-аналар қашықтан құжаттарын тапсыра алады. Бұл жерде енді құжаттардың да саны көп емес. Мысалы, баланың фотосуретін сол сәйкес үлгіде, сәйкес критерийге сәйкес жүктеу керек, өтінішін жүктейді. Және бұл сол ЕГОФ платформасына жүктелгеннен кейін 24 сағат ішінде, яғни жұмыс күні ішінде, 24 сағат ішінде ата-анаға сол туралы хабар беріледі. Бірақ ол жерде үлгілер де бар. Барлығы ол қиын дүние емес. Интернет мүмкіндік болса болды. Сондықтан бұл да ойлаймын, қазіргі 21-ші ғасыр цифрлық сандық технологияның дамыған ғасырында бұл да сондай өз уақытылы және бір сондай ақылды шешім деп ойлаймын. Бұл ыңғайлылық. Сонымен бірге ата-аналар мектепке келіп тапсыра алады офлайн. Мысалы, таңертең 9-дан кешкі сағат 18:00-ге дейін ата-аналарға есіктеріміз ашық. Бұл дүйсенбіден жұма күндері, сенбі, жексенбі күндері қабылдау комиссиясы бізде демалыс күндері. Түсінікті. Жалпы Назарбаев мектебі, басқа да осындай әдемі элиталық бізде керемет мектептер бар. Білім жағынан енді бәсекеге өте қабілетті, жоғары деңгейдегі осындай мектептерге түсе алмай қалса, баласы ең бірінші ата-ана, содан кейін бала көңілі түседі, осыдан кейін бір өмір бітіп қалғандай сезімде болады. Осындай жағдайда жалпы не айтар едіңіз осындай үлкен бір мектептің басшысы ретінде? Шынын айтсам, бұл өте күрделі сұрақ. Не үшін күрделі? Өйткені ата-ана үшін мен білемін, өзім 3 баланың әкесімін. Бала тәрбиеледік, қызды тәрбиеледік. Ата-ана үшін баланың жетістігі бір ең үлкен бақыт. Сондықтан менің өзім Талдықорған қаласында Назарбаев зияткерлік мектебінде жұмыс жасағанда, ол жерде оқу ісі жөніндегі директордың орынбасары лауазымында жұмыс жасадым. Сонымен бірге қабылдау комиссиясында төрағасы болдым. Құжаттар өзім ұлым тапсырды сол мектепке, Талдықорған қаласында Назарбаев зияткерлік мектебіне. Қай жыл еді, есіңізге түсіріңіз? Бұл болған жағдай 2019 жыл. 2019 жыл тапсырды ұлым. Енді дайындалдық. Біз өзімде физика пәнінің мұғалімі болғанымен, мен математикадан физмат школаны бітіргесін, математикадан да дайындадым, қосымша оқу орталықтарына бердім баламды. Өкінішке орай балам өтпей қалды. Сол кезде әрине үйге келіп, балам маған айтты: папа, сонша дайындалдым, менің еңбегім сонда босқа кете ме деген сұрақтарды қойды. Әрине сол күні енді барлығымызға сол нәтиже шыққан күні ауыр дейді барлығымызға. Енді анасы көп уайымдады.
Дегенмен онымен өмір тоқтап қалмады. Иә, балам сол басқа өзінің мектебінде оқуын жалғастырды. Қазіргі таңда университетте 3-ші курс студент. Иә, сонымен бірге қосымша өзі немен айналысады? Репетиторствомен. Иә, өзінің алған биология мамандығы бойынша мұғалім болам деп соны таңдады. Сондықтан бұл жерде айтарым ата-аналарға, енді әрине Назарбаев зияткерлік мектебіне түскені жақсы, бірақ бәрібір бұл оқудың нәтижесі бірінші бұл баланың өзінің еңбегі. Мен ойлаймын, әрбір бала ол өзінің болашағына өзі жауапты. Сондықтан бұл жерде әрине ата-аналар біз оны қолдауымыз керек, жағдай жасауымыз керек балаға сол білімді, тиянақты білім алу үшін. Міне сол мектебінде сәтті бітіріп, өзінің қазір сыныптастарымен араласады, коммуникация, жұмсақ дағдылары да жақсы дамыды, академиялық дағдылары да жақсы дамыды. Сондықтан мен балам үшін да ол сонымен өмір тоқтап қалмады, түспегенімен. Дайындығы да, алған білімі де өзінде қалды. Алған білімі, енді әрине алған білімі өзінде қалады ғой. Ол білімі, өзінікі ол білімді ешкім алып кете алмайды. Алған білімнің өзінде қалады. Мысалы, адам егер бүкіл, мысалы, бизнесмендер нелер енді болып жатады ғой, бүкіл банкрот болады, не болады, байлығынан, материалдық байлығынан айырылуы мүмкін, бірақ білім ол өзінде мәңгі қалатын дүние. Сондықтан ол еңбек мен босқа кетті деп ойламаймын. Дұрыс, рахмет. Енді жыл жаңа басталып жатыр. Біздер жақсы көреміз ғой, бір жыл аяқталса, екінші жылда енді нәтижелерімізді айтқымыз келеді. Сол сияқты сізде осы Назарбаев мектебінің 2025 жылғы бір топ 3 жетістігін айтып өтсеңіз. Шынымен 2025 жыл бізде өте бір сәтті жыл болды деп айтсам да болады. Енді несімен ерекшеленеді? Бірінші, мен бағана айтып өткенімдей, 2025 жылы бізде сәуір айында халықаралық мектептер кеңесінің сарапшылары келді. Мектебімізде бір жеті болды. Мектебімізде жан-жақты зерделеді. Сол халықаралық мектептер кеңесінің реаккредитациясынан сәтті өтуіміз біз үлкен жетістік болды. Өйткені бұл сондай құрал мектептің дамуына тікелей септігін тигізетін құрал, және ол сол сынақтан деп айтсақ та болады. Біз үшін сынақта болды, ол біз үшін даму құрал деп айтамыз. Содан сәтті өттік. Екінші жетістігіміз енді әрине балаларымызды айтатын болса, балаларымыз мысалы 50-ге жақын оқушыларымыз әртүрлі халықаралық олимпиадалардан жүлделі орын алды. Мысалы, Шеруен Батырхан қазір 12-ші сыныпта оқып жатыр. Халықаралық астрономия және астрофизика олимпиадасында Мумбай қаласында болды. 2025 жыл. Еліміздің туын сол жерде бүкіл әлемде үлкен халықаралық аренада туын көріп, сонда көрген кезде бір қуанып, іштей қуанып, барлығымыз бүкіл мектеп қуанып, әрине сол кезде бір мен мектеп директоры ретінде де бір өзім мотивацияларым, көңілім толады. Сонымен бірге ұстаздарымыздың да жетістіктері көп болды. Енді бәрін атын атап бөліп отырмайын. Енді бұл жерде халықаралық егер осыдан 5-6 жыл бұрын енді халықаралық аренада, алаңдарда біздің ұстаздарымыздың шығуы аз болатын болса, соңғы кездері мақала жариялау, мысалы. Сонымен бірге конференцияларда, мысалы, Жадыра Асхатқызы, Исказиева Агис деген ұстаздарымыз, мысалы, Исказиева Агис Оксфордта болған конференцияда қатысып келді. Жадыра Асхатқызы Австрияда болған халықаралық конференцияда, ол конференциялардың беделі өте жоғары, ол жерде тек қана мектеп емес, ол жерде жоғары оқу орындарына. Ана Оксфордта болған неде Агис ол жалғыз мектептен барған мұғалім болды. Қазақстаннан жалғыз мұғалім қатысты, ол да біздің Атырау қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің ұстазы. Агис Исказиева және ол өзіміздің түлегіміз. Сондықтан біз мақтанамыз. Енді болашақ жас маманға да ол да үлкен бір мотивация болды, септігін тигізді. Міне осындай жетістіктерді мен ерекше атап өтер едім. Сіздер үшін қуаныштымыз. Еңбектің бағаланғаны және осындай нәтижелермен көрінгені өте жақсы.
мен сіздердің бір шәкірттеріңізді білемін, қазір фамилиясын ұмытып отырмын, Нұрсұлтан деген. Ол Нұрсұлтан жай ғана Нұрсұлтан емес, ол Америкада қазір оқып жатыр да. Және НАСАның жобасында жұмыс жасап жатырған, менің білуімше, алғашқы қазақ баласы. Иә. Осы шәкіртіңіз туралы айтып өтсеңіз, қазіргі жетістіктері. Иә, біздің түлегіміз, ол мен қателеспесем, ол бірінші курсында бұл жобада болды, өйткені ол өзінің IT бағыты бойынша, IT дағдылары бойынша көзге көрінді сол халықаралық, сол университетте мысалы. Қазіргі таңда 3-ші курс студенті өте белсенді, біздің түлегіміз әртүрлі жобаларға араласады, мысалы. Сонымен бірге ол стажировкалардан өтіп жатыр, беделді компаниялардан, мысалы. Енді қазір сол НАСАның, ол да біздің бір мақтанышымыз, осылай қазақтың қарапайым баласы барып НАСАда жұмыс жасайды деп, осыдан бір 15 жыл 20 бұрын айтқанда біз сенбес едік. Қазіргі таңда осындай жетістіктерге қол жеткізіп жатырмыз. Әрине, бұл бірінші баланың еңбегі, ата-ананың қолдауы, әрине ұстаздарымыздың еңбегін бұл жерде айтпасақ болмайды. Сондықтан бұл жан-жақты, үш жақты еңбек міне өз нәтижесін беріп жатыр. Енді одан басқа жергілікті де компанияларда өзіміздің қарапайым сол инженер мамандығында, энергетик мамандығында, банк жүйесінде мысалы да сондай түлектеріміз өте сәтті жұмыс жасап жатыр. Қуанамыз солардың жетістігін көріп, өйткені біздің берген академиялық біліміміз, дағдыларымыз осындай пайдасын тигізіп жатыр. Халыққа, елге пайдасын тигізсе, сол біздің басты арманымыз деп ойлаймын. Мен мысалы мектепте оқыған кезімде қолымызда ондай телефон болмады, интернет болмады. Қазіргі таңда енді шынымен жаһандану заманында цифрлық сандық технологиялар өте жылдам дамып жатыр. Бізді озып кетіп бара жатыр, мысалы. Қазіргі таңда жасанды интеллект деген бар. Кейде мысалы мынандай бір нелерді байқап қалам. Мұғалімге сұрақ қояды. Мұғалім енді әрине, ол мұғалім болғасын, ол кейде сондай сұрақтарды қояды. Оның барлығына мұғалім жауап бере алмауы мүмкін. Бұл это нормально. Олай болуы да. Сол кезде бала сұрайды, мен жасанды интеллекттен сұрай салайын деп. Сол кезде мен ой түйемін. Сонда біз мұғалім өзінің беделін жоғалтып бара жатыр ма жасанды интеллекттің аласына деп. Сондықтан бұл жерде цифрлық әлем дұрыс, бірақ адам мына қадімгі қарапайым адамиық қасиеттерді, мына Аристотельдің сөзі бар, мына ақылмен бірге дейді, жүректі де оқыту керек деп. Екеуінің арасында гармония болса, баланс болса, мен айтем, ол болашақта тек қана қазіргі таңда болашақта жақсы маман болу жеткіліксіз, жақсы адамда болу керек. Міне екеуін баланста ұстаса, мен ойлаймын, ол жақсы болады. Енді шындық, ол бізде қазір балалар тәрбиелеп жатқан TikTok, содан көргенін жасайды бала. Сол TikToktағы тұлғалар, образдар бала үшін ол кумир, мысалы. Соны қайталағысы келеді. Бірақ бұл жерде шектеу керек бәрібір. Осы бойынша биыл ниш конференс болды Астанада. Ол жерде тақырып жасанды интеллект негізгі тақырып болды. Сол жерде екіге бөлінді де, за и против. Мысалы, біреулер қарсы болды. Ең соңында сондай қорытынды жасады. Америкадан спикерлер келді, Жапониядан келді. Асхат Айтмағамбетов, мысалы, бұрынғы білім министрі, қазір депутат, өзінің ол да пікірін ұстады. Бұл жерде баланс. Жасанды интеллектті білу керек. Егер біз қазір өз уақытында әрекет жасамасақ, біз артта қалып қоятын сияқтымыз. Және 5 жылдан кейін, мен ойлаймын, жасанды интеллектті қазір жақсы меңгерген адамдар 5 жылдан кейін мықты мамандар болады. Мысалы, маған мектеп директоры ретінде өзім жұмысыма жақсы көмектеседі жасанды интеллект. Мен жылдам шешім қабылдауға, әртүрлі қиын жағдай болады, жылдам шешім қабылдауға, жылдам бір проблемалардан, бір кейстердің, әртүрлі қиын кейстердің шешімін тауып, сол өзіміздің ішкі процесстерімізді жолға қойып жіберуге көмектеседі. Бізде енді бірақ биылдан бастап біз телефонды шектедік мектептерде. Телефон таңертең жинап аламыз, кеште береміз қолдарына.
солай шектеу жасап жатырмыз. Өте жақсы. Просто менің айтқым келетіні, ол жасанды интеллект ол бәрібір қателеседі. Қателеседі. Екіншіден, ол интернеттің аясында бар ақпаратты ғана бөліседі бізбен. Сондықтан бәрібір жасанды интеллект адамды алмастыра алмайды деп. Адамды алмастыра алмайды, әрине. Адамды алмастыра алмайды жасанды интеллект. Мысалы, егер алмастыратын болса, мұғалімді точно алмастыра алмайды. Мұғалім біз бірінші кезекте құндылық береміз балаларға. Тәрбиелейміз оны. Тәрбие, мысалы. Оның бәрін жасанды интеллектте ешқандай эмоция жоқ. Ол академиялық білімді беруі мүмкін, онда қателеседі, сіз айтқандай дұрыс. Оның өйткені ол интернетте бар материалдар бойынша сараптау жасайды. Бұл жерде жасанды интеллектпен сөйлесу керек. Сөйлесу арқылы біз материалдың сапасын арттырамыз. Ал егер сұрақты жазып, сол сұрақты алып, болды, копировать етіп ала салатын болсақ, оның сапасына ешкім кепіл бере алмайды. Сондықтан жасанды интеллект жақсы құрал. Одан нете алмаймыз, бірақ бәрібір сол адами капитал ол жоғары саналады. Жасанды интеллектке де үйрететін адам ғой оны. Сол қаншалықты үйретеді. Енді қазіргі таңда бізде элективті курстар енгізіп жатырмыз. Қазір 7-ші, 8-ші, 9-ші сыныптарға жасанды интеллектті қолдану бойынша. Ол жерде енді этикалық нормалар бар, мысалы, барлығын қарастырамыз. Моральдық тарапы ол қаншалықты ол не, мысалы. Және физикаға оралатын болсам, мысалы, мен енді көп жағдайда энергияның сақталу заңына назар аударам. Мысалы, мынандай жағдайда жасанды интеллект біз сұрақ қоямыз, сұрақ қойғаннан кейін бізге жылдам жауап береді. Енді мен уақытты жұмсамадым, көп уақытым кетпеді, бірақ көп ақпарат алдым. Физикада энергияның сақталу заңы оны жоққа шығарады. Энергия жоқтан бар болмайды, бардан жоқ болмайды. Ол өте аз уақыт жұмсап, сен көп энергияны алу мүмкінсіз. Ол жерде алған ақпарат бізге қысқа мерзімді болады. Сол уақытта есіңде қалады, ал 1-7-ден кейін ол ақпарат есіңде қалмайды. Ал кітап оқыған, оны қайта-қайта қолына кітапты ұстап, оны оқып, оны өзі ойлаған балаларда, мысалы, ол дағы да сақталып қалады. 1 жылдан кейін де соны ұйқыдан оятып жіберіп, тұрғызып сұрасаңыз, сол нені айтып береді. Міне сол жақтарын да ескеру керек. Жасанды интеллекттен енді бұл жөнінде мен экспериментте жасағым келіп жүр. Енді болашақта мектепте енді сондай бір апробациялық бірдеңке жасап көріп, бір көрсетуге. Оны мақсат балаларға бұны дұрыс пайдалану керек. Тәуекелдері болады ғой, дұрыс па? Сол тәуекелге көзін ашып беру, мысалы. Сізге рахмет. Осынша тығыз уақытыңызға қарамай, бізге уақыт бөліп келгеніңізге, сұхбатымызды бір өзіңіз айтқыңыз келген оймен түйіндеп кетсеңіз. Біз мамандық емес, мен ойлаймын, миссия таңдау керек деп ойлаймын. Әрбір адамның өзінің сондай өмірдегі бір миссиясы болса, қызмет етемін. Басқалардың өмірін жеңілдетем, тұрмысын жеңілдетем деген миссиясы болса, мысалы, әркім өз деңгейінде жұмысын адал жасаса, адал орындаса, содан үлкен бір бақыт жоқ деп санаймын. Содан үлкен патриотизм жоқ деп санаймын. Әркім өз еңбегіне адал болса. Өйткені қоғамға солай пайдасын келтіре алады. Сондықтан еңбекқор болуға, адал болуға шақырамын. Рахмет сізге.